дәл осы кейпінде әңгімені әңгіме күйінде қабылдайтынымыздар ғой. Бірақ өткен заманның жазушыларында үнемі астарлы бір код тұратын. Сол кезде Әлтай қодар, атаңа нәлет қодар, неңді босат мені деп. Ол контрамарка арқылы Нантау өтіріктен билет жазып нан тапты. Сөйтіп жүріп ол білім бөлімінің бастығы болды. Сол жаңағы жерде су болған дейді, тағы да өзен аққан дейді сол жерде. Өзеннен су тасыған дейді, анан жұмысшы болған, анау қызмет жасаған сол нам үшін. Армысыздар құрметті көрермен, бүгін Руханият орталығының жаңа бір жобасы, яғни шағын әңгіме подкасты басын алып жатыр. Оның қонақтары, кейіпкерлері бүгінгі орталықтың қызметкерлері, яғни Бауыржан Тұранұлы, Нұрперзент Туғанбай, Жансерік Әбенов және мен Назым Қожамар. Енді бүгінгі шағын әңгімеде талқылайтын әңгімеміз Шерхан Мұртазаның интернат наны әңгімесі. Бұл шығарма жазушының балалық кезеңіне арналған 70-ші жылдары жарық көрген шығарма болатын. Яғни 1947 соғыстан кейінгі жылдардағы балалардың интернаттағы өмірі, жоқ-жітіктің олардың тағдырына қалай әсер еткені жайы және қара нанның қадірі жайында айтылатын әңгіме. Жалпы көп жағдайда интернат нанын оқыған кезде енді жазушының ойынан шыққан дүние деп қабылдайды көбісі. Бірақ Шерхан Мұртазаның өзінің бір ерекшелігі барды. Бүткіл шығармалары ол өмірден алынған кейіпкерлер, өмірде болған оқиғалар. Соған байланысты. Бізде мынандай сұрақ болып жатады, енді бұл қай жерде болды деген сияқты. Шын мәнісінде бұл интернатта біздер алыс жерде болған жоқ, жанымыздағы Ташкент көшесі бар емес пе? Иә, сол жерде бұрын ремесленное училище, соның қасында жаңағы қазіргі 5-ші мектептің интернаты болған екен. Мынау әңгіме сол жерде өрбіген әңгіме, шын мәнісінде. Шерхан Мұртаза жайлайды ғой сонда бұл жерде. Иә, негізінен бұл өзінің басынан өткен оқиғасы. Кәдімгі айтылып жатқан кейіпкерлердің барлығы Әлтай да, Сәттіғұл да сол өзінің сыныптастары, достары негізінде. Мен бір есімде қалып кеткен дүние ол мектептің қабырғасында жүрген кезде Әлтай деген бір ұрлықшы болмай бір нан ұрлап, бір өз қомағай деп сөйтіп контрабанда жасап, бір картошкаларды бір маркалар жасап, бір сатып жүруші еді ғой, бір контрамарка жасайды. Картошка сатып бірақ Контрамарка деген картошкасы бар еді ғой, шындайдыр, соны есіме түскен айтып жатқаным. билетке, театрға кіретін билетті, соны контрамарка деймін. Сонда ол билет жасап сата ма соны жалғыз өзі? Сондай болып тұр ол. Иә, ол подделка документов дейді ғой. Подделка, иә. Қолдан жасайды ғой, қарап тұрсаңыз. Бір жағынан алаяқ сияқты, ананың әрекетінің барлығы, тірліктерінің барлығы. Таза алаяқтық қой. Ешқандай да бір ақылы қонымды бір нәрсе көріп тұрған жоқ. Бұл интернаттың арқылы Шер ағамыз қоғамдағы сол кездегі интернатта жатқан қасындағы достары Әлтай, Сәттіғұлдың көріністерін суреттейді. Ол жерде жаңағы өздерің айтқан контрамарка арқылы жаңағы бала нанға сатып, сол арқылы театрға баратын. Сонда өзінің бана класстастарына сатамыз. Иә, сонда сатады. Соны қайтқан кезде өздеріне бір-біріне ат қойған, біреу Бекежан болады, Сәттіғұл жаңағы. Сонда ол Әлтай ешкім бана қылмысын әшкере қылып, ортаға салғандай ештеңе болмайды. Әлтай көрпенің ішінде нан жеп жатқан кезде Сәттіғұл ұстап алады. Сол кезде айқайлай жіберіп, балдардың бәрі ұйқысынан оянып, сол кезде әшкерелеген болады. Сол кезде жаңағы Сәттіғұл Әлтайды басып алады. Сол кезде Әлтай қодар, атаңа нәлет қодар, неңді босат мені деп, сол кезде балдардың бәрі сол бір кейіпкер сол жерде керемет суреттейді. Одан Әлтайдың бір несі болады, сейіп сияқты. Чемодан. Соны ашуға әрекет қылады. Оны бәрі жабылып жүріп, ашқан кезде бәрі жабылайын дегенде жаңағы қодар Сәттіғұл айтады, біз мародер емеспіз, оны әділ бөлейік деп, сол кездегі керемет кейіпкер суреттейді. Осындай жағдайлар болған бала кезден есімізде қалған. Мен Сәттіғұлдың орнында болғанда Әлтай естерін айта алмаймын. Бұл жерде
қара нанның қадірі ғой енді, нанның қадірі. Сол жаңағы жерде су болған дейді, тағы да өзен аққан дейді сол жерде. Өзеннен су тасыған дейді. Анан жұмысшы болған, анау қызмет жасаған сол нан үшін. Ол ана не ғой бұл жерде негізі жаңағы Әлтайды жексұрын қылып айтып жатырмыз ғой. Сіз дұрыс айтып жатсыз. Жаңағы нәрсе ол мектепке кезекшілікке түскен кездегі нәрсені айтып жатсыз. Мектептің артында өзен қазіргі Қапал көшесі жақта болды ғой. Ал бағанағы өзен болған дейді. билетіп жасап қойып тұрып сондай қызмет еткен бе әлде екі ортада? Енді қазір бізде асханаға ешкім кезекшілікке тұрмайды. Еден жууға кезекшілікке тұрмайды оқушылар. Ал ол заманның енді мұндаға дейін шыны керек 2015 жылға дейін балалар кезекшілікке де тұрды, мектептерде еденде жуды, асханада жаңағы бәріне тамақ қойылатын кезде орын-орнына тамақтарды үлестіру деген сияқты жұмыстар болды ғой. Ал Әлтайлардың замандағы кезекшілік бұл кәдімгідей аспазға көмекші, мысалы кішігірім армия деп жатамыз ғой. Енді қазіргіде интернатта жататын балаларда ондай бар шығар, сөздің шыны керек. Өйткені бірең сарай кейбір балалардан осындай нәрсені естіген де жайым бар еді. Әлде Таза қолма-қолдар жұмыс істейтін жерге келсеңізші жерде нанға тойымсыз ба, барынша нан жеуге әрекет ететіндер. Қара нанның қадірін қарын ашқанда білесің, бұл жерде бәрі аш қой. Аш болғаннан кейін адам бәріне барады ғой, бірақ енді ана жердегі Әлтайдың аштығы бөлек болып тұр ғой. Қомағайлау ма, нан таратып жүріп нанды ұрлағандарын қалтасына салып алатынын, аузына салып шайнамай жүрген кездерін бәрін керемет суреттеген ғой шераға. Меніңше ол қомағайлықтан бұрын ол қажеттілік, әркімнің қажеттілігі әртүрлі ғой. Әрине. Біреуге мысалы қалай айтсақ, біреуге бір үзім нан жетеді. Ал біреудің іс-әрекетіне қарай оған көбірек дүние керек. Ол бір нанға емес, жаңағы оған ет керек шығар деген сияқты. Біреу огурцы жейді, біреу помидор жейді дегендей ғой. Әлтай нанға құмар болса, басқа балдар контрамаркаға сол нанын сатып, барып театрға барып өнерін көріп қайтты. Әлтайдың пайдасы аш қалды. 1900 жаңағы не жылы 47 жылы 16 декабрьде жаңағы меңгерушісі келіп болды, сендер нанға тоятын болдыңдар дегенде Әлтайды керемет суреттейді ғой. Қомаға жейтін нанды сол кезде жия алмай, таусамай қалған Әлтайдың бір қуанышы. Әлтайдың көмегі деймін о сонда, бана нанды қайтару үшін сонда ол жерде әлде жоқ? Қоғам сол кезде қоғам жақсарып, сол кездегі жоқшылықтан баршылыққа мемлекет сол кездегі кеңес одағы келе жатқан болатын. Содан балдар да тоқ болды, қоғам да тоқ болды. Енді бұл жерде мен сіздерге сәл түсініктеме беріп жіберейін. Неғып дәл осы 47 жылдың 16 желтоқсаны деген дата қойылып отқаны. Шын мәнісінде 14 желтоқсанда кәдімгі бүкіл одақтық қаулы қабылданады. Өйткені бізде 41-42 жылдары соғыс басталғаннан кейін кәдімгі неге бір үзім қара нан интернаттың нанына ел зар болып отыр. Бәріміз білеміз, сол кезеңде алақанның жартысындай ғана нан әр адамға жаңағы тиісті мөлшер азықтың бір күнгі жейтін тамағы, былай айтқанда. Сіз ойлаңызшы, қазір біз ондай жемейміз ғой. 5-6 жыл үздіксіз диетаны кәдімгі. Ол кездегі нанның құнары да басқа ғой, қазіргідей үлпілдек ақ нан емес. Мен қазір ойланамын да, сіз айтып отырғаныңызға толық қосылып. Бірақ ол сол кезде интернаттың нанын ұрлап жесе, ол кейін басшылық орынға барса, ол халықтың да нан ұрлап жейма деп ойланып қоямын мен кейдеші. Осы нанның қадірі туралы өздеріне белгілі 1945 жылы соғыс кезінде немістер осы концлагерьде жатқан тұтқындарға бір булканы лақтырып жібереді. Соны видеоға түсіреді. Сол кезде әрқайсысы түйір-түйірден сол жерде бір булканы жегеннің қадірін сол кезде адам түсінген. Енді мына жерде де сондай ғой, қарап тұрсаңыз. Бірақ жаңағы 47 жылды аяқтай салайын енді. Сол кезде үкімет жаңағы бізде нанды талонмен береді деген сияқты нәрсе бар ғой, жаңағы есеппен. Сол дүниені тоқтатқан болады. Яғни сол кездегі 16 желтоқсаннан бастап әркім өзінің қаражатына нан сатып алуға мүмкіндігі болды. Яғни еркіндік берілді да. Жаңағы кімнің Әлтайдың ұрлайтыны? Әлтайдың дұғасы болды. Әлтайдың нан ұрлайтыны ол жерде бір ұрлық жасау үшін емес қой, ол өзінің қажеттілігін өтеу үшін. Ал үкімет оны шектеп қойып отырды ғой. Неме, бала күнінде ол солай көрінді да. Өйткені бір төсектің астында жатып, өзін нан ұрлап жеп,
бәрінен жәндегілері бәрінен сол тығылып кезде қоғам солай болды да. Әлтай солардың кейіпкері, Сәттіғұл да солардың кейіпкері. енді сіз Сәттіғұл деп жатсыз, сонда Сәттіғұлдың Әлтайдан айырмашылығы неде сонда? Бағана бері Сәттіғұлды айтып жатсыз, Сәттіғұл бүйтті, Сәттіғұл сөйтті деп жатсыз. Сәттіғұл сол кездегі Әлтайдың несін балдардан бөлек ашық, сондай бір нанға құмарлық, сондай бір анықтаған бала болып тұр да. Шолақ белсенді ғой негізі. Сәттіғұл жолақ белсенді ме? Иә, Сәттіғұл кәдімгі шындыққа тура қарайтын адам деп ойлаймын Сәттіғұлды. жасанды образ ол. Жасанды емес. Өйткені бәрін тығып жатқан жерінен өз үстіне ұстап алса, біз сені тұтынбаймыз деп айтып тұрған адам. Қара, мына жерде ше, мынандай нәрсе айтылады да, сол ұстап алған кезде ше, Әлтай өзінің меншігін қорғады деп жетеді. Ал Сәттіғұл, мысалы қарап тұрсаңыз, жаңа аға басын бастап келе жатты ғой, Әлтай кезекшілікте жаңа суды таситын деген сияқты нәрсе. Әлтай өзінің еңбегін, адал еңбегін сатып дүние жинады. Соны жаңағы енді шыны керек ешкіммен бөліскісі келген жоқ. Кім бөліскісі келеді өзін маңдай термен жиған дүниесі. Ал Сәттіғұл онда ештеңе істеген жоқ. Сонда контрамарка жасап, билет сатқандар сонда бәрі адалдық деп ойлайсыздар ма? Енді Сәттіғұл бетін ашқан жоқ сол қоғамдықтың несі ғой, Әлтайдың пысықтығы. Оның ашық. Сәттіғұлдың миына кірген жоқ ол. Сонда сіздер мына жерде айтқыларыңыз келген сонда әркім нан талап үшін түрлі әрекетке бара берсе болады дегендеріңіз келіп тұр ғой сонда. Енді оған бармай ақ қояйық бұл жерде. Әрине екі түрлі әр заманның озығы мен тозығы болады да. Сол тоқшылық заманда сен басқа пікір айтып тұрсың, ол кезде азшылық заманда сол кезде олардың ойы да пікірі де сана сезімі де басқа болды. Шераға өзінің кейінгі оқуға неге жұмыс істеген кезде қанша тоқшылық болса да өзі бір нан дүкеніне барып кезіндегі интернатта қара нанды еске түсіріп, кімнің Сәттіғұлдың қазіргі кезде кейін бітіргенде бір совхоздың директоры Әлтайдың бір ауданда білім бөлімінің сол кезде сол интернаттың бір қара наны болғанда сондай дәрежеге олар жете алмайды. Енді мына жерде Сәттіғұл ол совхоздың директорына қалай жетті? Әлтай қалай жетті? Сіз сол жағынан мән беріп көріңізші. Сол кездегі интернаттағы бұлардың қара нанды бір нан үшін, бір тамақ үшін сол кезде қоғамда өздерінің пысықтығының, іс-әрекеттігінің, өмірге деген баулының, құлшынуының арқасында олар ер жетті, азамат болып білім алды. Бірақ олар кейін де қадірін қара нанды түсінді. Жоқ, енді сіздің ойыңызды түсініп отырмын. Бірақ ол контрамарка арқылы нан тауып, өтіріктен билет жасап нан тапты. Сөйтіп жүріп ол білім бөлімінің бастығы болды. Ал Сәттіғұл адал жолда жүріп совхоздың директоры болды. Сонда екеуі қандай дәрежеде жетті деп ойлайсыз аға? Осы жерде ше, Әлтай айбетте сөзіңізді бөлсем, Әлтайды жаңағыдай арамтер, жаңағы ашқарақ сондай қылып айтып жатсыз ғой. Ал неге расымен сондай болатын болса, Сәттіғұл әшкерелеген кезде жаңағы мұғалім, комендант, қателеспесем, комендант кісі неге Әлтайды жазаламады, шынымен де оныкі дұрыс емес болған жағдай болса. Ол шығып кетті ғой, өздері шешіп алған деген жерде бір мәселе бар. Ол кезде мен бір есімде қалған. Әлтай түбі соны таратып берді еліне. Түн жарымда бәрін далаға шығарып, күннің суығында бәрін сапқа тізіп қояды. Сөйтеді өз ішке кіріп кетеді қайтадан. Сөйтеді да жауырадыңдар ма дейді. Жоқ, жаураған жоқпыз деп бір ойлап бір сөздер есіне алып кетті сонда ше. Сол кезде былай қарап тұрсың, бәрін бірінің ішіндегі бір ұранды олар қалыптастырғысы келген сияқты, ол мұғалімнен де бір өзіндік ойы бар сияқты сол жерде ше. Бәрін бірге жеңдер, өле жегенше өле жеңдер деп бір Әлтайға ескерткісі келген сияқты меніңше. Идеология дейсің ғой. Бір бауырмашылықты бір бөлмеде жататын бір жәні бір кемен жәні бір дейді ғой, сол сияқты сол мәселеде тәрбиеледі ғой. Тоқ адам көп нәрсені ойлана алмайды ғой. Аш адам ойшыл болады. Сол аштықтың арқасында, жаңа интернаттың қара нан деп отырмыз ғой. Аштықтың арқасында бұлардың барлығы бір ойшыл болған сияқты да. Кейіннен жаңа Шерағаның айтқан аяқ жағында сол нан болмағанда дейді да, сол қадірді көрді да, нанның қадірін білді да олар. Нанды табудың қадірін білді, қалай табу керек екенін де түсінді. Ол контрамаркасын сатсын, оның нанысын сатсын. Мейлі ол нанды тапты, ең бастысы сол ғой. Содан кейін ары қарай адамның ойы деген фантазиясы көп қой. Сол арқылы жеткен сияқты ол кісілерде. Енді
дұрыс айтасыздар. Енді кішкене ойымызды қорытындыласақ, жүйелесек, енді бұл жердегі шын мәнісінде мен астарлы шындықты білемін. Сіздер қалай қабылдайсыздар ол нәрсені? Біз дәл осы кейпінде әңгімені әңгіме күйінде қабылдайтынымыз бар ғой. Бірақ өткен заманның жазушыларында үнемі астарлы бір код тұратын. Интернат нанында ашып айтпаған, бірақ ешкім ойы жете бермейтін бір тарихи оқиға бар. Ол 28 жылғы ірі байларды кәмпескелеу кезеңі. Мынау интернат наны дәл сол кезеңдегі оқиғаларды кезең-кезеңмен Әлтай арқылы, Сәттіғұл арқылы әдемі бір ашып берді. Шын мәнісінде ше. Неге дәл Әлтай, басында естеріңізде болса, Әлтай негізі оқуға мүлде құмар емес еді. Ол тек қана бар ойы нан жесем, соң қалай болса да асханаға барып кезекшілікке тұрсам деген бірақ ой болатын да. Ал сондай адам түбінде ғылым жолына, білім жолына қалай түсті? Ол жаңағы сіз білім бөлімінің басшысы деп жатсыз ғой, қателеспесем білім бөлімі емес, жаңағы ғылым жаққа қарай жоғарырақ кетті. Сол сәл ойымда тұрған жоқ, енді сәл ұмытыңқырап тұрмын. Ал Сәттіғұл, ол совхоз директоры болды. Егер тарихи оқиғаларды бір-бірімен сәйкестендіріп сопоставлять етсек, мына нәрсе шығады да, бұрынғы байдың ұрпақтары енді неше түрлі қиындықтан өтті, басқа қылды, бірақ түбінде ғылым жолына, ағартушылық жолына, жазушылық жолына келіп жатты да, яғни зиялы қауымды сол кісілер құрады бәрібір түбінде. Ал Сәттіғұл совхоз бастық болды. Мен енді архив құжаттары бойынша айтатын болсам, көп жағдайда ірі байлардың үстінен арыз ұйымдастыртып жатты ғой. Сол кезде сол бір кезеңдерде бірінші байларды кәмпескілегеннен кейін солардың үстінен арыз жазғандардың көпшілігі колхоз бастық, совхоз бастық белсенді болып жатты. Ол ақиқат. Шолақ белсенділік деп жатқан сол еді негізінде. Сол нәрсені сонау 70-ші жылдың өзінде шераға шағын ғана әңгімеге әдемелеп астарлап кіргізіп жеткізіп жіберді да бізге. Бұны тек тарихты білсең ғана ана кодын ашып, мынандай екен ғой деп ұғуға болады екен негізі. Біз ана бір Әлтайды тұтқындауға келдік деп бастап ұстаған кезде де осы бір кәмпескелеу кезде байларды не істеп жатқанын көз алдымызға келеді. Соның бір әңгіменің ортасына бір керемет шеберлік деп ойлаймын мен. Енді ана жерде қорқмай жаңағы чемоданнан шығып жатады ғой, оның барлығы да дәл сол нәрсені құрт, ірімшік, жент дегенді бекерге алған жоқ деп ойлаймын. Сосын интернаттың қара наны деген меніңше сол нан, ол біздің ұлттық құндылығымыз еді, ұлттық байлығымыз еді меніңше. Бір сұрақ, 47-ші жылы 16 желтоқсаннан 86 жылғы желтоқсан ешқандай қатысы жоқ. Оған қатысы жоқ, бұл оған дейін жазылған. Дейін жазылған ғой. Бірақ дегенмен анау датаның сәйкестігі ма? Бір датаның сәйкестігі бір керемет көрінеді. Оған да бір арнайы бір баяғыдан соны біліп жазғандай болып тұрды. Айтпаңыз, тура аффирмация деп жатамыз ғой. Көріп жазушы болмыз. Дұрыс айтасыз, біріншісінде бастапқыда менің де ойымда сол нәрсе келген, бірақ кейін енді бұл жерде тағы тарихтың хронологиясын білу, тарихты біліп барып шығарманы оқудың маңызын осы нәрсені көргеннен кейін мен де ойлана бастадым. Өйткені біз кейде шатысып қалуымыз мүмкін екен. Бұл жерде шығарма арқылы біз бұны жаңа Әлтай бар, Сәттіғұл бар ғой, қоғамдағы болып жатқан деп қабылдаймыз да. Ол қысқа кейіпкер емес. Әлтай бір-ақ адам емес, Сәттіғұл бір-ақ адам емес. Себебі Әлтай, например, халық болуы мүмкін да. Сәттіғұл жаңағы сол кезде кеңес одағының жаңағы құйтырқы саясаты арқылы болуы мүмкін. Ашаршылық содан кейінгі жылдар болып тұр ғой. Сол сияқты қоғамдағы болып жатқан оқиғаны осы қысқа шығарма арқылы жазушы ағамыз халыққа, келешек ұрпаққа жеткізе білді деп санаймын. Иә, рас. Енді бүгінгі әңгімеміздің өзі шағын әңгіме болғандықтан уақытымызды қысқартайық. Баршаңызға көп рахмет. Өз пікірлеріңізді төмендегі комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Руханиятпен бірге болыңыздар, осындай қысқа ұрпаққа жан-жақты шығармаларды сіздермен бөлісеміз. Серік аға кесіп істеңіз. Болды.